Так, бүгінгі сендерге айтайын дегенім, сендер қазір данный момент біздің магазинде практика өтіп жатсыңдар. Сол практика барысында қалай адамдарға аяқ киім ұсыну керек, иә? Мысалға, сендер ең бірінші момент, жалпы өздеріңнің магазиндерінде ертең өздерің жұмыс істейсіңдер, ол бутик болсын, ол магазин болсын, сендер өздеріңдегі қандай товар бар екенін білу керексіңдер. Допустим, барлық модельдің 41 қалмауы мүмкін, иә? Белгілі бір модельдердің ғана 41 размерлер бар. Допустим, мынадан 41 бар складта, мынадан 41 бар, и мынадан 41 бар да сендердің магазиндеріңде. Сендерге клиент келді, 41 размер, мысалда, аға қандай киім барадыңыз, қандай размер киесіз? Либо аяғына қарап угадать ету. Но енді ол со временем келеді, бірден аяғына қарап угадать ету ол қиын. Сол үшін ең бірінші сұрадыңыз, келіңіз, қараңыз, қандай киім барадыңыз. Ол айтады, бір кроссовка керек, жеңіл жүріске. Аяғым 41 дейді. Сен уже автомат білу керексің, что сенен қазір бағана мен қайсың едім? Надан дедім, допустим, надан бар. Бірден 41 бар. Налар қазір жақсы өтіп жатыр деген сөз болу керек қой. Бірінші күн таңғы сағат 10-да, таңғы сағат нешеде? 9:30-да ұйқыдан тұрдық. Сонымен 10-да магазин ашылатын болды. Біздің үй магазиннің қасындағы ЖК-да орналасқан, сосын астында да, сосын бізге тез ғой жету. Сонымен сағат 9:30-да тұрдық, сол 10-ға таяу магазинге бардық. Сағат 10-да магазин аштық. Сол жердегі сатушы балалармен бірге. Тауар келді, тауар түсірдік. Қарақбай Point деген атымен пакеттер келді. Қорапшалары, соларды салып беретін. Соларды түсірдік, реттедік. Сөйтіп, сразу ішінде заттарды кірістіріп істеп кеттік. Енді жұмыс істейтін заттарды. Біз новый поступление келетінге түспіз. Новый поступлениелерді қабылдап алдық, кроссовкілерді. Бірінші әуелі, енді басында адам болған жоқ, складта көрсетті, мынау кроссовка мына жерде, мына жақта тұрады деп. Не товар келді, қалай товар келді, кейбір аяқ киімдер жаңалана бастады, кейбір аяқ киімдердің жаңа түрлері келе бастады, солардың барлығын түсіріп, складқа салып, орнықтырып. Біраз жыл өзім найымда жұмыс істемедім ғой. Осының газелде жүргесін өзім хозяйымын, андай уақытта өтеді, нетеді үйреніп қалғанымда. Сосын келер кезде біраз ойладым, уақыт өтпей ме, телефон ұстамаймыз ғой енді бастан. 12 сағат деген бүйтіп ұзақ сияқты көрінетін болды да. Келдік, короче. Сонымен жұмыс істеп, адамдармен, нелермен сөйлесіп, не қылып, товар дұрыс сатуды, қандай модель, соны толықтай барлығы жүйені үйретті да, сонымен уақыт тез өтіп кетті, білінбей вообще. И потом адамдар келді, адамдармен қалай сөйлесу керектігін, қалай зат сату керектігін барлығын үйрендік. Қасымызда бақылап тұрды, Бекжан және Ақжан деген жігіттер. Ең бірінші қабылдаған екен сәл қобалжу болды. Үйретті енді осылай адаммен осылай сөйлесу керек, осылай ұсына аласың кроссовканы іштегі балалар. Жақсы, өте жақсы. Впечатление керемет. Особо қиын ештеңе жоқ екен. Қазіргі уже 10-да шыққан кезде уақыт тез өтіп кетті. Өйткені жұмыста балалармен движение да постоянно. В целом, тема. Оның көзін ары қарай, бері қарай жүгіртіп керек емес. Адамның көзі ары қарай жүгіріп кетсе, сен қазір надан 41 бар ма дейді. Сен өзің білмейсің складыңда не бар екен. Алдыңда жүгіріп кеттің складқа. Бұдан 41 жоқ. Келдің, клиентке айттың. Аға, бұның размері жоқ екен дейсің да. Бірақ сен қандай 41 бар екен әлі білмейсің. Ол тұрады да, надан да бар ма дейді. Сен әлі білмейсің. Барасың, қайтып складқа бардың. Одан да 41 жоқ дейсің. Уже адамға екі рет жоқ дегеннен кейін, о да уже ойлайды, мынаның ешқайсысынан размер жоқ екен ғой деп. Сол үшін ең бірінші адамға сіздер өздеріңіз прилад ету керексіздер. Мына модель қазір ходовой. Жалпы егерде бүкіл ассортименттің сапасы бірдей сападағы аяқ киімдер болса, ол ешқандай алдау емес. Бұл жерде өзіңнің товарыңды ұсыну. Аяқ киімді ол алу, алмау, ары қарай өзі шешімін қабылдайды ғой. Ал деп қинап жүрмейсің ғой енді. Сен тек ұсыну. Ағам мынадан 41 бар. Допустим, ол мынаны киіп қарады. Ұнамай тұрса, тағы қандай модель бар десе, оның көзін жүгіртпейсің, сразу өзің білетін модель. Онда мынау ше. Уже екі выбор қойдың аяғымда. Негіз товармен вообще опыт болмаған. Саудада, магазинде вообще жұмыс істеп көрмеген. Жоқ, бұрын енді онда ештеңе болмады негізі. Осы алғашқы ең бірінші осылай адамдармен жұмыс жасап не қылып отырмын. Адаммен сөйлесу саласында өзіміздің азық-түлік дүкеніміз болған. Біраз жыл істедік ода да. Кішкентай кезден бір 17 жасқа дейін істедік, 17-18 жасқа дейін. Жалпы бұрын соңында саудамен қатты жұмыс жасап көрген жоқпын, бірақ вроде что-то менікі сияқты как будто ше. Негізі көп жылдар бойы мен общепитте жұмыс істеген, постоянно адамдармен контактта болдым. Күніне Мысалы, Starbucks'ın өзінде істеген кезде мен 4 жыл істедім, заместитель болдым, бірақ соның өзінде постоянно адамдармен контактта болдым.
товар да саттым, бізде мерчендайз болды, соның барын сатып 3 жыл аралығында газетте жүрген соң мысалы андай отвык дегендей болады да. Иә, кішкене опыт бар, сол үшін нормально болады. Кішкене андай қобалжу сондай болады, бірақ клиентпен сөйлесуге болады. Үлкен қатты қиын нәрсе емес. 3 жыл бұрын жұмыс істедім, одан кейін жаңағыдай ғой, енді қазіргі заман талабына сай мобилография, монтаж, дизайн сондай салада жұмыс істеген. Үйде отырып қой енді. Осылай ашылып адамдармен сөйлесіп біраз болған жұмыс істемегенмен. Адамдармен жұмыс жасау ғой, негізі өзім адамдармен жұмыс жасап жүрмін негізі. Адамдармен тез сөйлесу, адамдармен тез ойын түсіну, айтқан сөзді бірден түсіну өзімде ол қалыпты жағдайда. Тіл байлығын былайынша ашылады, адамдар өзім жалпы тұйық болғаннан кейін адамдармен сөйлесіп ашылып бастадым. Жеңіл өтті. Особо ауыр болған жоқ. Клиенттер де жақсы. Сразу 100%-тің 90%-тің аяқ киім алып кетті. Екеуін ол киіп қарап жатыр. Адамның алдында қанша көп выбор тұрса, ол сонша оның басы айлана береді. Ол сонша көп ойлана береді. Допустим, тағы қандай модель бар деген сұрақ қойылса одан, сен одан сұрайсың, мына екеуін қайсысы ұнамай тұр? Ол айтады, допустим, мынау ұнап тұрған жоқ дейді. Мынау ұнап тұрған аяғын қасына қалдырасың, мынаны алып тастайсың да, сразу мына модель қырып бар, ода мынадан бар. Адамның алдында желательно 2 аяқ киімнен артық жатпаған жақсы. Егер де оның алдында 4-5 аяқ киім жатса, ода автоматически ой тұрады, тағы да қандай модель киіп көрсем болады екен деп. Көп ойлана беретін адам, ол по-любому аралап қайтайын деген идея келеді ғой. Түсіндіңдер ғой? Всегда 2 аяқ киім алдында тұрғаны, ол енді постоянно сол идея өте бермесе де, негізінде ол рабочий система да. Түсіндіңдер ғой? Мына екеуін арасам, мынау берген ұнамай қалды дедің ба? Басқасын қоясың. Мынаны алып тастайсың. 3-4 аяқ киім болған сайын, адамда көп таңдау бола берсе, ол ойлана береді, короче. Ол алмай қалуға мүмкіндік та. Конкретно өзім таңертең келе салып, негізі 1 сағатта 1 аяқ киім сатып жүрдім. Бір адам келді, сол келді, кигіздім, көрді, соны сразу алып алып кеттім мысалы. Как-то тез болып кетті да. День хорошо начался деген сияқты ғой. Кеше бір жобамен бір 6 аяқ киімде саттым. Конкретно өзім бүйтіп жатқан аяқ киімдер один контактпен ары 6 ма, 7 ма сондай болды, где-то сондай болды. Жобамен 7-8 аяқ киім саттым. Өзі сол 10 клиенттен 7-8 алды. Енді қатты былай есептемен примерно 4-5 шығар. Өзімнің опытыммен 3 адамға ма аяқ киім саттым ау деймін. Өзім келгеннен бастап күтіп алып, қасында жүріп, жаңағыдай кеңес беріп, осыны киіп беріңіз, осыны ұнатыңыз деп 2-3 адамға бір сатып, әйтеуір келгеннен до конца сол кісіге пакетке салып беріп жүргенім бар. Сен обслуживать клиент сенен алған кезде, вот вообще тема екен. Негізі адамдар магазинге кірген кезде мынандай оймен келеді, бірден аяқ киім аламыз деп. Ол жердегі аяқ киім алуға кіргеннен бастап уже сен ол жерде онымен қалай обращение жасайсың, солай үйреніп кетеді. Одан кейін ең главный момент, сендер өздеріңнің складтарыңда қандай аяқ киім, қандай размер бар екен жатқа білу керексіңдер. Әр адам, мысалы, жұмысқа келген кезде өзінің задачасы болады. Сен уже 3 күн бойы, допустим, бізде мына модель да, мысалы. Мына модель 2 ай болды. Мен мына модель өзім алып келгем осы магазинге, примерно 1,5-2 ай бұрын. И осының 44 қалғанын мен уже 2 жұма біліп жүрмін да. Надан 44-тен басқа ештеңе жоқ, дұрыс па? Именно осы модель тек қана 44 қалды. И вдруг сендердің магазиндерге 44-ші размер киетін біреу келіп қалды. На автомат сен осының есігіне түсу керек қой. Былай айтқан кезде. Сен өзіңнің товарыңды өзің білмейтін болсаң, саған келген клиенттің алдында сен өзің маған барып қайттың, жоқ дедің, маған бардың, просто клиентті тентек қылдың. И ол ойлайды да, мен мынадан не үшін аяқ киім алу керек, өзі білмей тұр ғой деген сияқты. Сен бірден одан бір несің, сенің өзің эксперт екенін көрсетесің. Настрой жақсы, үйренетін біраз нәрсе бар әлі, тек қана бірінші күн. Өзіме бір 3-4 айдың жобасында үйреніп кете аламын. Жалпы таза ішкі ощущениемді айтсам, негізі пока жеңіл өтіп жатыр, слишком жеңіл өтіп жатыр. Алдағы уақытқа настрой жақсы, бәрі шүкір. Негізі өзім үйреніп кеткен ғой. Мен Алматыда жүргеннен кейін, Алматы өзіме ыңғайлы. Сен осы жақта отбасымда тұрады, жақын адамдармен осы жақта барғым келсе, солай көргім келсе, маған келе салады, болмаса мен 1 сағатқа бара аламын деген дейді.
беріп жатқан білімді ақтап осы құртылып жатқан мысалы қаншама қаражат бізге жалдап жатқан квартира барлық біз мына жақта тегін тұрып жатырмық қой енді соның барлығын жалпы келіп әшейін уақыт өткізіп кетпеу білімдерді толықтай қабылдап сол өзімде жұртқа пайдам тигізе алатындай неге жету. Если дұрыс түсіндіретін адам болса, жарты айдың ішінде мен түсініп алуға болатын сияқты. Өзім ішкі ощущением сондай. Может қиын болуы мүмкін, бірақ мен ол солай сезінемін. Бір 15 күнде полный жүйені үйреніп алатын сияқты. Алдағы уақытқа настрой ұрып тұр ғой. Өзіме уверенность бар. Құдайға шүкір. Солай үмітін ақтау үшін келдік. Сол үмітті до конца. Негізі бір айда смело алып шықсам болады деп ой бар негізі. Енді 3 айда келсін енді көреміз қалай болады. Адак негізі системаны қалай айтсам болады. Бір апта мынау, сол нәрсені толықтай үйреткен нәрсені тез қабылдай аламын мен просто. Одан кейін енді барлық адамдар бірдей емес. Алдына сен оған 2-3 аяқ киім таңдауға бердің. Сенде мынадан 3.41 бар. Допустим, мынадан 1.41 бар. Бірақ мына 1.41 сенің витринде тұра берсе, сен басқа адамға сатып жіберуге мүмкіндігің бар, потому что мынадан сенде 3.41 бар. Енді бұл жерде ешқандай алдау емес. Бұның бәрі сатудың системасы просто. Біреулер просто бір адамға давить ету білмейді, біреулер ұсыну білмейді. Сол себепті. Мынадан сенде 3.41 бар, складта сен оны жатқа білесің, мынадан 1.41 бар, бірақ бұл 1.41-ді басқа бір кісі келіп алуы мүмкін, дұрыс па? Потому что мынаның 1.41-ін сатсаң, сенде әлі екеуі бар, сенің магазинінде, витринінде товардың виды азаймайды. Киіп қарап отыр, екеуі де ұнап тұр ол кісіге. Қайтсем екен. Бір сөз ғой. Мына модель жалпы қадағой. Соңғы кезде осыны көп сатып жатырмыз біз. Жалпы екеуінің сапасы бірдей. Сен оған сапасыз аяқ киім беріп жатқан жоқсың. Екеуінің сапасы бірдей. Екеуі де бір Қытай, бір технологиямен тігіледі. Бір үйдің балдары тек қана біреуінің аты, допустим, Айдос, біреуінің аты Азамат деген сияқты. New Balance, Nike. Атақ екеуі де бір Қытай, бір сапада тігілетін аяқ киім. Сенің бір сөзің, жалпы мына модель бізде барлығы осыны ұнатады. Жалпы осы модель қадағой. Көбі, еще светлый деген сияқты. Потому что кез келген клиенттің алдында сендер хоть екінші күн жұмыс істеп жатсаңдар да, опытный адам болып көрінесіңдер. Потому что сендер магазиннің сатушысыңдар. Ол аяқ киім таңдауға келген. А сен оны айтсаң, білмеймін еш, негізше деп тұрсаң, сен оған сенімсіздікті сен беріп тұрсаң, ол ойланады. Тағы қарап қайтайын, інім, көрейін тағы да. Есінше қайтып келемін дейді. А сен оған өзің сенімділігіңмен айтсаң, ол ары қарай ереді. Бұлай жалпы бұл жерде ешқалай мен сендерге өздерің алдарына тұрған товарды тығыз жерде үйретіп отқан жоқпын. Бұл сауданың вообще рабочий системалар ғой, ол бүкіл жерде солай. Аға алыңыз деп тығу емес, просто өз ойларыңды жеткізу. Сенімді жеткізген сайын сендердің клиенттер алуға мүмкіндігі арта береді. И сосын сендер өз товарларыңды любой адамнан жақсы білсеңдер, ол да сендерге преимущество болады. А енді барып, сен, допустим, магазин аштың, сатушың сенен жақсы біледі аяқ киімді. И сен кеп қалдың, міне магазиннің иесі, білмеймін, әкеп жатырып қой әйтеуір аяқ киім деп тұрмау керек та. Сен өзің әкеп жатқан аяқ киім білу керексің. Бұл не аяқ киім, қандай аяқ киім, размері қалай жүреді, қаяқтан шығады, қандай материал деген сияқты. Сондай моменттерді вообще учить еткен жақсы. Қабылдау қиын болғанмен де енді бір ай көлемінде толық жаттауға болады. Енді бізде басында сәл общий спид, бірақ енді өзім нем бойынша бір 10 күнде уже мен айтады қасқыр болып алады деген. Пока ешқандай қиыншылық байқамадым. Пока бәрі шүкір Аллаға оңай өтіп жатыр. Тек сәл аяғың талады деген болмаса енді оған үйреніп кетеміз Құдай қаласа. Қазір енді жөн жобасын біліп қалдық. Складта кроссовкалардың қалайлар ретімен тұру керек екен, клиентті күттірмей тез арада кроссовкаларды шығару размермен, мынандай размер керек деген кезде ішіне кіріп тез тауып алу үшін қалайлар ретімен тұру керегін көрдік. Жаттап алдық. Балдар үйретіп жатыр, рахмет. Ішіндегі жұмысшы балдар көп рахмет оларға да. Физически нагрузка бір ондай қатты бір мұрын қанайтындай жұмыс жоқ қой бізде. Товар келген кезде ғана былай тұрып жүріп жаңа товарлар тасу бері ары бері болған. Ал былайынан күнделікті өмірде товарды қойып қойғаннан кейін ары бері клиенттер келсе көрсетесің, болмаса жаңа босап қалған жерлерді толтырасың, аяқ киімдер. Анау айтқан бір мұрын қанайтындай жұмыс жоқ, бір бұндай нәрсе. Балалардан сұрап жатырмын ғой, қашан бұндай нәрсе болады десем, бұлар айтты, көктемде болған деді. Оразан кезінде. Қарап тұрсам 3-4 айда бір рет болады екен. Нормально ол 3-4 айда бір күнге істеген ол. Ер жігітке ондай нәрсе бір қатты ауыр деп ойламаймын өзім.
өзіме каждый күн сайын слишком сенімді болып баратым, ұтатыныма, бір жағынан жасай алатыныма. Енді кім ұтса да әйтеуір Құдайдың берген бұйрығын ұтады, бірақ сөйтіп бара-бара сенім артып жатыр. Каждый адам өзінің жақсы көретін аяқ киімін сатқан жақсы көреді. Ертең, допустим, каждый егерде бір дүкенді егеріп атсаңдар, сендер өздерің закуп жасайсыңдар, и оны товарды сендер магазинге апарып бергеннен кейін, сен оны ұнатып алдың, дұрыс па? Біздің случайда енді біз оптовикпіз, біз полный әкеле саламыз. Егерде вдруг линиясы бұзылған модель болса, біз оптомға апарып біреуге оптом алып кете береді бізде. Бізде круговорот айнала береді. А енді сендердің случайларыңда, сен шиеліге өзің ұнатқан товарын апардың, бірақ та сатушы оны сата алмайды, потому что сен ұнатып алдың. Мысалы, мен бағана келдім, Ақжан сұраймын, Ақжан, қай модель саған ұнайды деймін да бірінші. Бұл айтады да, мен ана жақтағы Zoom X ұнады, сосын P 6000 ұнады дейді. Осылар өте дейді. Потому что бұл алдыңғайда Zoom X-ті біреуін киіп алды, өзіне ыңғайлы, өзіне ұнайды. И каждый клиент келген сайын соны продавать етесің. Мысалы, Nike-тардан, сен келесің де, ағам мынаны қараңыз дейді. Потому что ол оның ыңғайлығын сезінді, соны тыға береді. Мен ойлаймын да, неге мысалы мынаны ол сатпайды, неге ол Adidas сатпайды? Потому что әр адам товарды өзіне ұнаған затты тезірек сатады. Өзі сол модельді жаттап алады. Сендер де бүгін мысалы екеуің жұмыста болдыңдар, екеуіңнен сұрасақ P6 болсын айта бересіңдер да. Бұл модель жалпы аяққа киген кезде сразу жақсы отырады и сатуға да ыңғайлы. Кейбір модельдің, мына модельдердің мұрындары үшкір, допустим. Бұл екінің бірінің аяғына мұрны келе бермейді. Либо мынандай модельдер бар, мынаның мұрны жалпақ, например. Мынанікі узкий, мынанікі жалпақ. Мынаны узкий аяқ кисе мынау келмейді, мынаны жалпақ аяқ кисе мынау келмейді. Сол сияқты әр адам өзі келеді, например, бір модель жақсы көріп қалады и соны сата береді. Одан ол New Balance сұрап отады, ол артта мынаны көрсеңіз шыға дей береді. Сол сияқты сендер каждый аяқ киімді жақсы көру керексіңдер ғой. Соның размерін білу керексіңдер. И егерде сендер өздеріңнің істейтін істеріңді жақсы көріп істейтін болсыңдар, сендерде адамды убеждать етіп, сендіріп, сатуға мүмкіндік болады. Түсіндіңдер ғой? Егерде сендер бір модельге қадалып қалсаңдар, мына модельдердің бәрін сатады сонда. Жоқ, бұны істей алмаймын деген ой жоқ никак. Наоборот, мен тез-тез үйреніп алып, тез-тез қалай айтсам, тез әрекет жасап кетсем деген ой бар. 3 ай деген кішкене көп сияқты көрінеді негізі өзіме, шыны керек. 1-2 айда бітіре алатын нәрсе негізі максимум. По идее, бірақ бұл жақтың қалай айтсам болады. Правиласына, бағанасына по-любому енді келген соң. Негізі баладан да ойлар. Енді мысалға, тастап кетесіп жүрген кезінде негізі күніге нормально сумма табамыз біз. Ол нәрсені көбісі біледі, көбісі білмейді негізі. Сол ойлаймын ғой, мысалы ана жерде жүрмін, неге өйтіп өзім жұмысымды істей бермеске деп ойлар кеп қалады екен. Нақ мен точно осы нәрсе менікі ма или менікі емес па деп. И сол кезде жоқ, что курьер болып жүргенме қанша 4-ші жыл кеп жатыр екен ғой. 4 жыл бойы ештеңе жоқ. Барасың, жұмыс болды. Ал мынау енді саудада, енді қасымдағы негізі айтады бәрі саудада бар, саудада өйткені мен вообще берекет бар, істеп көру керек дейді, өсім бар, бірақ мен вообще көрмегенмін да, көрмегеннен ол нәрсе маған андай алыстан көрінеді да. Болды. Бастамай тұрған кезде болды. Бастамай тұрған кезде вообще өзіме сенімді болып, ертеңгі күнім қалай болады деп сөйтіп ойланып едім, оказывается. Бірақ қасымдағы жұмыс істеп жүрген балдардың аурасын алып, басқа адамның Әлжир ағаның энергиясын алып, әйтеуір, в общем, дәл қазір вообще волнение ештеңе жоқ. Қобал жуу деген слишком сенімді болып барады. Мен үшін ана жұмыстан келгеннен кейін физически шаршау жоқ менде. Кеше көп біз азаннан обедке дейін ғана клиентпен жұмыс істедік. 12 сағат бойы клиентпен жұмыс істеген жоқпыз. Обедтен кешке дейін физически жұмыс болды почти. Қатты ауыр емес, бірақ моральный кеше шаршадым деп айта алмаймын. Өйткені біз көп клиентпен жұмыс істеген жоқпыз. Азынан обедке дейін ғана істедік. Ондай болған жоқ. Енді мен настрой құрып келгеннен кейін осыны үйренемін деп өзіме талпыныс қойғаннан кейін уже келдім, тәуекел еттім. Сол енді басында қалай істеймін деген қобалжу болды, ал бірақ былай артқа жоқ, менге емес деген нәрсе болмады. Енді мына жерде 5 жігіт бар ғой, енді 5 жігіттің ішіндегі өзім ойлаймын да, бойдақтарға оңай секілді. Өйткені бойдақтар не үшін олардан да тері неше да, енді өздерінің жеке бастары ғана бойдақ жігіттер өздерінің бастарын ғана алып жүреді да. Ата-анасын ғана бір оларды енді ол
студент болса да сол өмірде сүрді. Бұл жігіт қазір қасымызда студент секілді басқа қалаға келді, оқып жатыр деген сияқты. Олар разница жоқ. Ал енді біз семьялы болғаннан кейін бізге отбасылы болғаннан кейін қиындау екен сәл андай. Отбасыңды ойлайсың, жаңағы отбасында проблемалар болады, оларды шешу керек, шешейін десең сен аяқта жұмыста жүресің. Ол жақта қаржылай болып қалады, сондай нәрселер бар екен. Енді бұл жерде ең арамыздағы ең жаңағы семьялы жігіттер екен. Өзіміз екі баламыз семьялы. Ал осы 3 жігіт до конца барады деп ойлаймын негізі. 3 бойдақ жігіттер. Өйткені оларда терапевт неше ғой. Қиынырақ болғанда қалай қиынырақ? Ответственность болғасын, наоборот, сізде мотивация көп болады. Отбасымды асыраймын деген немен енді қалай айтсам болады. Всегда мотивация болғасын, ответственность енді өзі қалай сен расслабленно ұстай алмайсың өзіңді. Всегда еркек болғасын, всегда талпынып жүру керек. Расслаблон қатысты болмайды еркек адамға негізі. Всегда движение в напряжении жүру керек қой. А сендерде задача болу керек. Каждый жұмысқа келдіңдер, примерно қайсынан бәрін жаттап ал деп жатқан жоқпын. Мысалы, ертең үшеуің шығасыңдар сменға, сен білесің, мына модельден қандай размер бар, мына модельден бір 3 модель жаттап алдың да, и келген клиентке сонымен жұмыс істеп тастадың. Келді, New Balance'тан бір модель жаттадың, Nike'тан біреу жаттадың, и, допустим, Adidas'тан бір модель жаттап алдың. 42 сұрады ма, фук, апардың, соны бере бересің. Либо анадан бере бересің. Через день сменға шықтыңдар, басқа модель, практиковать еттіңдер. Жалпы, бұлай айтайын, қазір сендерге данный момент біздің реалити, сендерге просто мүмкіндік. Сендерге вообще аяқ киім бизнес керек па, керек емес па? А вдруг сендерге араларында ешқайсың аяқ киім дүкен керек емес. Тек екеуіңе керек, қалғандарың просто қолдарынан келмейді. Допустим, сендер қазір данный момент бұл реалитиді өтпей, өздеріңде бір ақша пайда болып қалады. Например, барасында да аяқ киім бизнесін ашасыңдар киіммен. А на самом деле ол сендердің емес. Ол жерге сендер бір 10 шақты миллион салып жібересіңдер. Біреуден қарыз, инвестиция тартасыңдар. Алдыңдар да рисковать еттіңдер, қадалып қалдыңдар. Мүмкін қадалмадыңдар. А бұл жерде сендерге бұл таза мүмкіндік. Зарплата беріліп жатыр. И мен өзімнің тәжірибеммен толық бөлісіп жатырмын. И плюс просто так аяқ киім бүкіл выборы бар. Киімімен магазинде сендер түсініп жатсыңдар. Сендерге бұл вообще движение керек па, керек емес па? Мысалы, араларынан біреу келеді, сата алмайды аяқ киім ше. Либо сата алады, бірақ андай біреулерге аяқ киім ұсынып отқан кезде как будто алдап тұрған сезім болады. Әр адамның характері әртүрлі ғой енді. Барлығы бірдей емес қой. Біреу андай шустырып болады, аға киін дейді, бұл болмады, мынаны кигізеді, ананы кигізеді, барынша сауда істейді. Араларынан біреулерге бір как будто адамдар болады, осыны сатса как будто андай өтірік алдап жүріп жатқан сияқты. Мысалы, менің айтып жатқан технологиямда, например, мынау болмады, мынаны бүйтіп айналдырып, мынау ходовой деп айту, оған бір андай бір өзінің бір несінен аттап өткен сияқты сезім болуы мүмкін. Сондай сезімдерден тұратын нәрседен адам түсіне бастайды. Бұл бизнес оларға керек па, вообще керек емес па? 3 ай мүмкіндік, практика. Сендер 3 ай уақыт құртсаңдар, болашақта әрқайсың айттыңдар да магазин ашқым келеді деп. Сол магазин сендерге керек па, вообще керек емес па? Сонша ақша салып, сонша уақыттарын құртып, мысалда осы реалитиден өткеннен кейін сонша мүмкіндіктің бәрін соған салып, біреуден қарыз алып, туысқан нағашылардан, маған 10 миллион берші, мен магазин ашамын деп, даже осы реалитидан даже бір жұмадан кейін кетіп қалып, болды мен ашуға дайынмын деп кетіп қалсаңдар да, бірақ бұл 3 айлық мүмкіндік сендерге нақты шешім береді да. Сендердіңкі ма бұл, сендердіңкі емес пе? Просто уақыттарын құртып жатырмық деп ойламай ақ қойыңдар. Бұл практика реально пайдалы болады. Плюс сендер зарплата аласыңдар, плюс сендерде ешқандай расход жоқ. И точно білімдерді мен өзім бөліп беріп жатырмын сендерге. Мен анау онлайн саласынан, реклама саласынан басқаларға қарағанда сәл де болсын жақсырақ екенін сезем. Енді олар енді бұрын айналысып көрмеген ондай. Мен осы кезге дейін істеп келе жатқан жұмысым сондай, онлайн маркетинг сондай саласы болғаннан кейін. Бірақ оны да ескердім. Мен қайтсам болады, конкурентсіз маған достар керек емес. Сол үшін мен 5 бауырым, қазір достарымдай, бауырларымдай болып кеткен. Сол үшін бесеуіне де барлығын дәл өзім білетін заттарды бірінші үйретемін, Құдай қаласа. Бәріміздің деңгейіміз бірдей болады. Вот содан кейін барып бәсекелестік басталады. Сол артықшылығым более сол Instagram дамыту, TikTok дамыту жағынан деп ойлаймын. Біз енді отбасы болмағаннан кейін оларды түсінбейміз. Олардың қандай қиын екенін біз басымызға түсіп білмейміз ғой. Енді бойдағы жігіттерге деп жатыр, ол жағы да бар шығар. Burada адаммен кім жақсы сөйлесе алады, сол жігітке оңай болады. Ал адаммен сөйлесу қиын, адамнан әркімнен ұялып жүре берсең,
ол қала бересің артта, дәл қазіргіне де. Өзіме байланысты, маған адаммен сөйлесу түк қиын емес. Барлық жерге кірсем, барлық жерге сіңіп кете аламын, барлық адаммен таныса аламын, барлық адамға жауап бере аламын, сұрақ қоя аламын. Мен үшін қиын болмайды. Мен қазір өже үйреніп қалдым. Ал 1-2 айда мен өже толық кәдімгі айта аламын осындай, мен осыны не қылдым деп, толық түсіндім деп, үйрендім деп. Өзім айта алсам, енді мақсатыма енді жете алатын жағынан болуы мүмкін. Жалпы алдыма қойған мақсатты жарты жолдан қайтпай, болды, мен осыған жетем, қалайда деп сол жағынан болуы мүмкін. Ал қалғандарын білмеймін, енді ашылып жатыр, адамдармен сөйлесуде барлығы солай. Клиенттерім айтып жатыр, қарым-қатынас жасау, сөйлесу деген ол вообще маған проблема емес. Шешу, бір проблеманы шешу, бір адаммен конфликтті шешу, бір адамға бірдеңе прилагать ету, вообще ол маған проблема емес. Өйткені жаңағыдай общепитте жұмыс істегеннен кейін, доставка істеген клиенттермен прямой сөйлесесің ғой. Клиентпен болсын, кафризный адамдар көп қой, неше түрлі. Солар шешкеннен кейін вообще проблема емес. Магазинге де келіп жатыр ғой, мындай адамдар. Келеді, аяқ киімді көрсетесің, мына аяқ киім, адамға жақпайды ештеңе. Бірдеңе, бұның размер болмай отыр десең, сендерде жоқ, бірдеңе деген андай мінездерін көрсетеді да. Ондайға жіберіп қалайды. Пропустить ете саламын ғой, мына өзіме қабылдамаймын, негативті. Давай жібере саламын. Әр адам мінезін өйтіп қабылдай беретін болсаң, өзіңе андай ғой, стресс болып кетесің да. Ерекшелік деп енді бүйтіп қатты бөліне алмайды екенмін. Енді может, қалайсам, тәжірибе шығар енді, былай айтқанда. Так, балалар, жас балалар, олар да негізі қазіргі заманның енді 2000-нан бері қарай сондай кезде қалай айтсам болады. Сәл активнылау кездері ғой. Қазір жастардың уақыты ғой негізі. Мен кәрім деп санамаймын енді 28-де болсын, бірақ мен сәл серьезный сондай болып тұрған да, бұл балалар енді кішкене активнылау болып келеді мысалға. Сондай кішкене айырмашылық бар, бірақ ерекшелік деп айта алмаймын енді. Ешқалай. Егер де даже сендер жоқ бұл менікі керек емес деп 2-3 жұмадан кейін біреулерің кетіп жатсаңдар да, проблема жоқ. Ол сендердің ақыл қосқандарың. Себебі сендер қазір данный момент 3 ай уақыттарын құртпайсыңдар. И болашақта бар бол просто аяқ киім бизнесіне ақшаларын салып, біреуден қарызға алып, одан кейін оны жүргізе алмай, о қарызға кіріп, барлық аяқ киімді минус сатып, сондай уақыттарын құртпайсыңдар да. Қазір мүмкіндік бойынша жігіттер реально ақылға салыңдар. Араларында реально прям болды осы ұнап жатыр маған. Бір жұма істедіңдер осы жерде. Одан кейін реально маған ұнап жатыр. Мен қалғым келеді. Кеттік аптауды үйренейік, ананы үйренейік, мынаны үйренейік. Сендер 2-3 күн жүрдік. Бұл примерно болады деген нәрсе, ол примерно емес. Точно біліңдер, потому что аяқ киім бизнесіне 10 миллионнан төмен кіре алмайсыңдар. И мен даже біреулерін ашып берсем, мен қалтамнан 15 миллионда кетіп қалады. Просто мен неге бұл нәрсені қайталап айтып жатырмын? Қазірдің өзінде 4-ші кадр айтып жатырмын. Себебі мен сендердің 5-еуін таңдадым да. Соларды басқа біреулер таңдаған кезде, бәлкім олардың арасынан действительно аяқ киім істей алатын адам болар еді. Мен аяқ киімнен басқа ештеңе үйрете алмаймын. Мен бар білгеніммен өзім халықтың арасына жігіттерге бөлісіп жатырмын. Мен бір андай бір тендер үйрететін адам емеспін. Мен тек қана аяқ киім саудасын жақсы білемін. Мен саудагермін. Бар біліммен бөлісіп жатырмын. Сол үшін өздеріңде уақыттарын алмаңдар. Некоторларың, семьяларың бар, басқаларың бар, күтіп отқан адамдар бар. Реально сендердікі болса, мен бар күшімді салып үйретем. Сол адамдарға. Егер де ол сендердікі емес болса, менің де энергиямды алмай қойыңдар, өздерің де отбасыларыңның мазасын алмай қойыңдар. Сондай момент сразу ескертіп жатырмын ғой. Сендер енді жұмыс істеп бастап жатсыңдар. Раз уж қалдыңдар ма, реально изучать етіңдер. Соның өзіне де пайдасыз болып жатса ол сендерге, онда шешімдеріңді тезірек ойландырып, қабылдап, потому что күнде жүрген сайын, біреуің мысалы сен курьер болып жұмыс істедің, например. Сен қазір 10 000 теңге көшеде жұмыс істеп жатсың и білім алып жатсың. Допустим, ше. Мүмкін анау мықтырақ бет деген сияқты. Но егер де мынау сенікі болса, баюдың жолын көрсетеміз. Реально істейтін болсаң. Сол ғой бауырым. Естідіңдер ғой, осымен бүгінгі біздің сабағымыз просто аяқ киім қалай сату болады, қалай бір кратце ол кесіліп, айтып бүйтіп шығады ғой жалпы. Кратце түсіндіріп шықтым. Дальше бұндай моменттер көп болады. Ендігі мәселе, офлайн. Офлайнда жұмыс істеген дұрыс па, онлайн жұмыс істеген дұрыс па деген тоже сұрақтар болды жігіттердің арасында. Оған да толықтай жауап беріп кетем. Сіздер көрермендер парақшаға тіркеліңіздер. Жалпы осылай YouTube'та барымызша пайда беруге тырысамыз. В общем, аяқ киім бизнес туралы толық ақпараттармен бөлісемін. В общем, лайк басыңдар.